Сәлем достар. Бүгінгі кинотаймда 2020 жылы жарық көрген «Избави нас от лукавого» фильмі. Я не брошу тебя никогда, несмотря ни на что. Я всегда буду рядом. Иннам жалдамалы кісі өлтіруші. Ол ақша үшін қылмыскерлерді өлтіреді. Бірақ бұрын ол мүлде басқа өмір сүрген. Бұрын арнайы операция тобында жұмыс істеген. Алайда 8 жыл бұрын ол топ таратылып, барлық мүшелердің көзін жою туралы бұйрық беріледі. Иннам ғана аман қалады. Оның бастығы Ким Чунг Сун да тірі қалған еді. Екеуі әлі күнге дейін байланысын үзбеген. Қазір Иннам адам өлтіріп күн көреді. Бірақ ол бұл істен кетуді шешкен. Соңғы тапсырмасы якудзаны өлтіру болды. Тапсырманы орындап, ақшасын алған соң қашып кетуге дайындалады. Тапсырыс беруші оған тағы бір соңғы жұмысты ұсынады, бірақ Иннам бас тартады. Ол бәрін тоқтатып, Панамаға кеткісі келеді. Юн Чу 9 жастағы қызы Юминді мектепке шығарып салады. Қызды мектептен күтушісі алып кетуі керек еді. Юн Чу ауқатты әйел. Ол ақшасын тиімді инвестицияламақ болып, гольф-клубқа қаржы салуды ұсынған адамдармен кездесуде бастапқы жарнаға жеткілікті ақшасы бар екенін айтады. Мектептен Юминді күтушісі алып кетеді. Бірақ ол қызды үйіне емес, басқа жаққа алып кетеді. Әйел Юминді көлікке отырғызып алып қашып кетеді. Осы кезде Иннамға тапсырыс берушісі хабарласып, оны Ким Чунг Сун іздеп жатқанын айтады. Бұрынғы бастығы Юн Чудың оны іздегенін жеткізеді. Иннам оған мен өлді деп айт дейді. Өзі де әбден шаршаған, өмірінің еш мәні қалмаған адам сияқты көрінетін. Юн Чу полицияға барып қызы жоғалғаны туралы арыз жазады. Бірақ іс әлі алға жылжымайды. Кейін оған қоңырау шалып, қызын тапқандарын және ақша талап ететіндерін айтады. Юн Чу уақыт жоғалтпай, қызын құтқаруға аттанады. Чунг Сун Иннамға тағы хабар береді. Бірақ бұл жолға жаңалық ауыр еді, Юн Чуды өлтіріп кеткен. Енді Иннам Бангкокқа барып, оның мәйітін Кореяға жеткізу құжаттарын рәсімдеуі керек. Себебі Юн Чу ең жақын туысы ретінде Иннамның атын жазып кеткен. 8 жыл бұрын Юн Чу Иннамның кім екенін, немен айналысатынын білмеген. Бірақ бір күні Иннам өзіне шабуыл жасаған бірнеше адамды оның көз алдында өлтіргенде бәрін түсінеді. Сол кезде Юн Чу Иннамнан жүкті екенін де білмеген еді. Ал Иннам болса, баласы бар екенін ешқашан білместен кетіп қалған. Иннам мәйітханада Юн Чудың денесін танып шықты. Оған қыздың жеке заттарын беріп, қызы әлі табылмағанын айтты. Әмияның ішінен Юн Чу Иннам Юминнің суретін тауып алады. Сол кезде тапсырыс беруші Иннамға қайта хабарласады. Жуырда Иннам өлтірген якудзаның жерлеуінде оның ағасы, қасапшы лақап атымен танылған Рэй пайда болады. Бұған дейін тапсырыс беруші Иннамнан соңғы бір істі орындауды сұраған еді, Рейді өлтіруді. Енді болса қасапшы ағасын өлтіргендерді іздеп жүр. Иннамға тапсырыс беруші хабарласып, қауіп туралы ескертеді. Бірақ өзі елден қашып үлгермейді. Рэй оны ұстап алып, Иннам жайлы білетіннің бәрін айтқызады да аяусыз өлтіреді. Чонг Сун Иннамға бір із береді. Ол Бангкоктағы танысының нөмірін беріп, соған жолығуға кеңес етеді. Ли Юн Пэй Юминнің ұрлануы жайлы бірдеңе білетін болып шығады. Ал Рэй Чонг Сунға да жетеді. Оны өлтіріп, заттарының арасынан жоғалған Юмин туралы хабарландыру тауып алады. Осылайша ол да Юминнің ізіне түсіп, Бангкокқа аттануға шешім қабылдайды. Юн Пэй бай адамдардан ақша бопсалаудың схемасын айтып береді. Хан Джон Су сыбайластармен бірге отбасыларға үй көрсетіп, олардың есепшотында бастапқы жарнаға ақша бар жоғын анықтайды. Кейін балаларын ұрлап, сол ақшаны төлем ретінде талап етеді. Юн Чуға ол гольф-клубқа инвестиция салуды ұсынған. Ақшасы бар екенін білген соң үй қызметшісін жалдап, Юминді ұрлатқан. Одан кейін бәрі әдеттегі жоспар бойынша жалғасқан. Иннам тәжірибелі адам еді. Ол Джон Суды тез тауып алады. Қолындағы бір саусағынан айырылған Джон Су ақыры шындықты айтады. Оның сөзінше Юмин өлген. Қызды үй қызметшісімен күйеуі өлтірген. Кейін ол олардың қайда жүргенін де айтып береді. Рэй де сол үй қызметшісін іздеп жүрген болатын. Өйткені Юминді тапса, Иннамды да табатынын түсінеді. Бірақ жергілікті бандиттер оны алдап, жалған ізге салады. Олар оның ақшасын тартып алмақ болады. Алайда Рэй бәрін өлтіріп, тек біреуін ғана тірі қалдырады. Сол адам оған Юн Чудың бұрынғы үй қызметшісін қайдан табуға болатынын айтып береді. Иннам қызының денесін болса да тапқысы келеді. Ол қызды өлтірген әйелге барып, жауап ала бастайды. Әйелдің күйеуінің саусағын кесіп, шындықты айтқызады. Сөйтсе, күйеуі Юминді сатып жіберген екен. Үй қызметшісі тіпті қызды сатып алған адамдардың кім екенін де айтып береді. Юн Пэй бұл ұйым туралы Иннамға түсіндіреді. Олар балаларды сатып алып, кейін ағзаларын сату үшін пайдаланатын болған. Иннам өзін бала ағзасын іздеп жүрген адам ретінде көрсетпек болады. Ол үшін оған аудармашы керек еді. Юн Пэй оған Бангкоктағы клубтардың бірінде жұмыс істейтін трансвестит Юйді ұсынады. Юйге жынысын ауыстыру операциясына ақша қажет болатын, ал Иннам сол ақшаны беруге келіседі. Юй керек адамдарға хабарласып кездесуді ұйымдастырады. Бірақ балаларды ұстап отырған жерге келгенде, Юминнің ол жерде жоқ екенін біледі. Оны операцияға алып кеткен екен. Біреуге оның жүрегі керек болған. Иннам мен Юй кетіп бара жатқанда, Иннам қайта оралуға шешім қабылдайды. Ол балалардан қызы туралы сұрамақ болады. Сол кезде бір бүйрегінен айырылған кішкентай бала клиниканың маңында Юминнің футбол ойнап жүргенін көргенін айтады.
Осы сәтте күзетшілер пайда болады. Бірақ Иннам оларды тез арада жеңіп шығады. Балаларды бақылап жүрген қыздан Иннам Юйминді қай жерге алып кеткенін біліп алады. Дәл сол сәтте Рэй пайда болады. Иннам Юйге қашып кетуді бұйырады. Екеуі төбелесіп кетеді, бірақ уақыт аз болғандықтан Иннам Екудзаны ғимарат ішінде қалдырып, өзі балкон арқылы қашып кетеді. Төменге түскенде, ол полицияның Юйді ұстап жатқанын көреді. Ал балалардың ағзасын сатумен айналысатын ұйымның басшысы, оның мекемесін 2 кореялық талқандағанын естиді. Ол оларды тауып, өлтіруді бұйырады. Полиция Юйден жауап алады. Оны ерлер түрмесіне қамаймыз деп қорқытады. Сондықтан Юй бұл іске қатысты білетіннің бәрін айтып береді. Кейін оны босатып жібереді. Иннам футбол ойнап жүрген балалардың көмегімен қызы жатқан жерді табады. Бірақ енді оның ізіне полицияда түскен еді. Ал Рэй қару-жарақ дүкеніне барып, молынан қаруланып шығады. Көрші ғимараттан Иннам терезе арқылы қызын көреді. Юймин әлі тірі болатын, бірақ оны операцияға алып кетіп бара жатқан еді. Иннам дереу соңынан қуа жөнеледі. Алайда клиника ғимаратының алдында оның жолын Рэй кес-кестейді. Рэй қолындағы бүкіл қаруын қолданады, бірақ Иннам тағы да құтылып кетеді. Осы кезде арнайы жасақ келіп, атыс басталады. Сол аласапыранда Иннам қашып шығып, кеудесін ашқалы жатқан Юйминді тауып алады. Ол барлық дәрігерлерді өлтіріп, қызын алып кетеді. Иннам жараларын таңып Юнпэге хабарласады. Юнпэ оған өзі мен қызын елден шығарып жібере алатын адамның байланысын береді. Рэй Мейнуал ағза және есірткі саудасымен айналысатын Ланға жолығады. Ол Иннамның кім екенін білетінін айтып, оны табуға уәде береді. Бірақ оған адамдар керек болады. Иннам Юйден қызымен бірге болуын сұрайды. Өйткені өзі Юнпэның танысымен кездесіп, басқа елге қашу мәселесін шешуі керек еді. Бірақ Юй көмектесуден бас тартады. Сол кезде Рэй Юнпэге жетіп келеді. Одан Иннам туралы қажет мәліметтің бәрін біліп алады. Енді тек Иннамды тауып, өлтіру ғана қалған еді. Иннам қонақ үйге орналасып, педиатр шақыртады. Ол қыз үшін алаңдайтын, өйткені Юймин әлі бір ауыз сөз айтпаған еді. Дәрігер мұның бәрі ауыр күйзелістен екенін түсіндіреді. Иннам дәрігерден өзі келгенше қызына қарап отыруын сұрайды. Соның алдында ол Юйге тағы бір рет хабарласады. Иннам қызына міндетті түрде қайта оралатынына уәде береді. Оны қорғаймын деп ант етеді. Панамаға қашып кету жоспарын келісіп болған соң, Иннам қонақ үйге қайта келеді. Бірақ онда оны Ланның адамдары күтіп отырған еді. Баспалдақтағы төбелесте Иннам жарақат алады. Әйтеуір өз бөлмесіне жеткен кезде оны сол жерде Рэй күтіп тұрады. Иннамды байлап тастайды. Ол қызын өлтірмеуді өтінеді, бірақ Рэй аяушылық дегенді білмейтін адам еді. Лан Иннамды бірден өлтіруді бұйырған болатын. Бірақ Рейдің өз жоспары бар еді, ол Иннамды асықпай, өз қолымен өлтіргісі келеді. Ланның адамдары кедергі болмас үшін, Рэй олардың бәрін өлтіріп тастайды. Содан кейін Иннамның қызын салып қойған чемоданды алып көлігіне апарып қояды. Иннамды фургонға салып алып кетеді. Сол кезде жерасты автотұрағында Юй аңдып жүрген болатын. Ол Иннам отырған фургонды көлігімен соғып, оған қашып шығуға көмектеседі. Иннам бірден Рейдің соңына түседі. Көшеде оны қуып жетіп жаралайды. Кейін жүйткіп келе жатқан көліктің алдыңғы әйнегі арқылы ішіне секіріп кіреді. Қысқа ғана төбелес кезінде Рэй пышақты Иннамның кеудесіне соғып алады. Бірақ Иннам үлгеріп гранатаны шығарып, оны терезеден лақтырып жібереді. Сосын қызы жатқан чемоданды құшақтап, жарылыстың екпінінен өз денесімен қорғайды. Көлік аударылып кетеді. Иннам чемоданнан қызын шығарып, артынан жеткен Юйге береді. Енді тек Иннам мен Рэй ғана қалады. Иннам Юйдің Юйминді алып кетіп бара жатқанын көреді. Ол қызымен іштей қоштасып қойған еді. Қызы енді аман болатынын түсінді. Сол сәтте Рэй Иннамды өлімші етіп жаралайды. Бірақ Иннам гранатаның сақинасын жұлып алып, оны Рейдің жарылғыш заттарға толы сөмкесіне лақтырып жібереді. Жарылыс екеуін, Иннам мен Рейді бірге өлтіреді. Иннам қонақ үйде жүрген кезінде Юйге хабарласып үлгерген еді. Ол егер өзім аман қалмасам, қызыма қамқор болшы деп өтінеді. Сондай-ақ барлық ақшасын Юйге беріп, оларды Панамаға кім жеткізе алатынын айтып кетеді. Юй Иннамның өтінішін орындайды. Ол Юйминді алып елден кетеді. Кейін екеуі бірге жаңа өмір бастайды. Олардың үйінде қабырғада 2 сурет ілулі тұрады. Бірінде Иннамның суреті, ал екіншісінде Юнджу мен кішкентай Юймин бірге түскен. Осылайша Иннам өз өмірін құрбан етсе де, қызын аман алып қалып, оған болашақ сыйлайды. Осымен шолуымыз аяқталды. Видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп, біздің шолуларымызды қай қаладан қарайтындарыңызды пікірге қалдырыңыздар. Келесі кинотаймда кездескенше.